Тышқан мен жылан. Бір тышқан қорек жинап келсе, інінде бір жылан жатыр екен. Қатты қорыққан тышқан ақыл сұрап көршілеріне барады. Ақылды тышқандар жиналып отырып кеңесіпті. Олар: сен өзге ін қазып ал. Жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес. Бірақ оған қылар еш айла жоқ. Оны қуып шыға алмайсың. Мазасын ала берсең, өзіңді жеп қояды, деп ақыл береді. Тышқан бейшара қатты қайғырады, бірақ қалайда кегін алуды ойлайды. Бір күні сейілдеп келе жатса, іннің аузында жыланның күн шуақтап жатқанын көріпті. Жанында бір адам ұйықтап жатыр екен. Тышқан адамның мұрнын тістеп алып, жыланға қарай тұра қашыпты. Оянған адам тұра қуады, бірақ алдында жатқан жыланға көзі түсіп, тышқанды қоя береді. Енді ол қаннен қаперсіз жатқан жыланды таяқпен бір ұрады. Жылан есін жияр-жимастан қаша жөнеледі. Сөйтіп, адам арқылы жыланнан құтылған тышқан өз ініне келіп тұрыпты.